Қыс мезгілінің қақ ортасында қаламызға қар жауып, көшелерде ақ кілем төселгендей әсемдік пен әдеміліктің әсерін сыйлап тұр. Әдемілігі мен әурелігі қатар жүретін қыс мезгілінде шаһар аумағында кешеден бері Жасыл ел тараз жұмысшылары қоғамдық көлік жүретін негізгі жолдар мен аялдама айналасын бірінші кезекте тазалауда. Сонымен қатар жаяу жүргіншілер жолы мен саябақтар да қардан аршылды. Кешелдің көріп қар жауды. Қар жауған мезеттен бастап біздің бірінші көшеге құм тұз шашу жұмыстар жүргізілдік. Оған арнайы өзіміздің құм шашуға арналған 15 техникамыз бар. Кешкі сағат 7-8-ден кейін грейдер көшеге қоса бастадық. 10 автогрейдер жүрді. 48 көше күреліп тазаландық. Грейдердің шамасымен күшіменен. Қосымша оларға 23 техника қосылды. Түнде кезекшілік жұмыста менде 52 адам болды. 80 кубты қар шығардық, оған 4 техника жұмылдырылды. Биылдыққа бізге қалан аумағы өзгергеннен кейін Ақбұлым ауылдары, Талас ауылы, Бектебе ауылдары қосылып жатыр, Шайқорық ауылдары, оларға да бір тазалық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Көшелерін тазалап, құм тұз аралас шашып жатырмыз.